бүгін бісміллә деп өзіміздің сапарымызды бастадық. Депутатский выезды демекші. Негізінде өзімнің ойым еді, мегаполистарға емес, ең мынау алыс жерде орналасқан шалғай ауылдарға баруды. Әрине енді мәжіліс депутаты болғандықтан бізге Қазақстанның бәрі бірдей ғой. Бірақ осы сапарымды өзімнің туған жерім, туған ауданым, Қорғалжын ауданынан бастауды жөн көрдім. Заң жобаларымен дұрыс жұмыс істеу үшін, сапалы түрде жұмыс істеу үшін осының бәрін көргім келіп тұр. Мамандар ма өздерінің дипломдары бар. А то қазір ауылда адам таппайды да. Әйтеуір біреуді отырғызып қояды. Біз аудан әкімінің грантымен балаларды оқытып жатырмыз жаңа. Соның біреуі осында келіп жұмыс істеп жатыр қазір. Мынау тұрған үй осы жас специалистерге арналған үй, 18-ші жылы салынған. Двухквартирный үй. Бер жақ басында врач тұрады. Родовспоможение қай жерде? Родильный дом. Кто принимает? Районная больницада? Здесь они под учету тұрады ғой. Иә. Первичный осмотры. А егер де срочный роды болып жатса? Онда скорыймен сразу Астанаға Мобдуваға алып кетеміз, у нас там областная больница, филиал. Бұрынғы Целиноградская районная больница, она 8 ауданда обслуживает. Сәлеметсіздер ме? Қалай жұмыс істеп жатыр екен деп қарап кетейік деп. Халат кию керек. Ауыл тұрғындары осы жерде бар, медсестра бар екенін көру керек бірден. Врач қайда? В любом случае барлық жағдай болу керек. Ақша бөлінді оларға. Не жетіспейді сіздерге? Қандай мәселе бар шешілмеген? Тұрғындар не сұрайды? Әсіресе әйелдер, пенсионерлер. Ұялмай қысылмай айта беріңіздер. Бізде тек көмектесу. Не жетпейді? Айналып сүреді, айтып келеді. ПМСП келеді жылдар. Қазір мен әкімнен сұрап жатырмын, әйелдерге, например, срочный роды болып жатқан жағдайда не істейсіздер? Срочный, вот шыдамайтын де. Акушерлер бар ма? Ондай жағдай болды ма? Роды принимаете? Қанша жыл өтті бәрі сол бір проблема ғой. Баяғыда менің әке-шешем Қарағалыда тұрған кезде, сонда әйелдің толғағы басталған кезде Жантекеге барады екен, 12 километр жерде. Боранда, жол жоқ, представляете? Содан кейін қанша уақыт өтті, әлі мына тұрған сабымды до сих пор роды мы не можем принимать, до сих пор оснащение такого нет. Жоқ, оның бәрі жақсы ғой, бірақ врач та жоқ орында, аптекарь да жоқ. Қазір бір керек жағдай болып жатса, қазір бәрінде. Өзіңіз ба? Өзіңіз ба? Онда воскресенье праздниктер болса, мен кейін ашып берем ал. Зона ашып. Дом культура, бұған біз қазір 8 миллион сом ақша бөліп, поезд жасап отырмыз. Келесі жыл амандық болса. Поезді қашан жасалды? Биыл жасаймыз. Конкурс уже өтті, подрядчик жеңіп алды. А почему так долго соншама жағдай деген? Ой, бұл 30 жылдан бері тұрған не ғой? Иә. Құжат болған жоқ, не болған жоқ, жері дұрыс болмады. Оны вообще алып тастап жаңадан салған жақсы ғой? Ой, оған это миллиард деп айтылды жаңа. Лучше реконструкция мы. Да, реконструкция ішіндегілер. Какого года здание? Это 74-й год. Ну, какой смысл такое здание строить? Я не вижу смысла. Это деньги на ветер будет, я вам больше, чем... Да, деньги на ветер будет. А это уже готовое здание? Нет, я наоборот говорю. Деньги на ветер будет вот это здание достраивать или на ремонт тратить деньги. 50 лет этому зданию, что там может осталось? Фундамент жерге. Хорошо. Подумайте еще раз, подумайте. Я на контроль это возьму, на самом деле легче снести, и по деньгам это будет лучше, и служить будет дольше. А депутат қайдан келе қалды деп тұрсыз. Енді демаламын деймін. Аралас. Орыс кассына сұраныс бар міне. Ой, сәлеметсіздер ме, сәлеметсіздер ме. Менің жоспарымда әрдайым осы Ақмола облысына, оның ішінде өзімнің туған жеріме көмектесу.
Сондықтан да бүгін кездесуді емін еркін түрде ұялмай, ауылда қандай мәселе бар шешілмеген, соны маған айта қойыңыздар, емін еркін бөлісіңіздер. Осы жерде міне ағаларым отыр екен, ар жақта апалар отыр, әйелдер. Негізінде мынау әйелдер қауымы ғой, ауылдың ең баланы да тәрбиелейтін, үйдің берекесін де келтіретін. Кіргеннен қалада ауылда интернет жоқ. Елордадан алыстығы 60 километр. Осы жайлы қандай жұмыс істелінді? Сізден сұрағым келіп тұр, әкім мырза. Неге олай? Интернет жоқ болса, балалар сабағын қалай істейді? Мұғалімдер өздерінің пландарын қалай жазады дегендей. Және неде жазылған екен? Бір жаңағы сайтты ашу үшін 20 минут керек загрузкаға. Интернеттің несі сондай. Айтпайды, бірақ мен көріп тұрмын қазір қалаға ауылға кіргеннен WhatsApp-қа, Wi-Fi-ға шығатын болсақ, қазір связь жоқ болды. Связь жоқ бұл, жоқ болғанда не? Жоқтың қасы ғой енді. Жоқтың қасы, иә, онда бұнда бізде 5G, 4G деген ондай жоқ бізде. Соңғы рет хат қашан жазылды? Билайн қазір қойып отыр жаңа сендерде. Иә, жоқ, Билайнда бар ғой, мен Қазақ Телеком айтып отырмын жаңа. Қазір біз вот Қазақ Телекомға біздің қоятын претензиямыздың бірі, не претензия, өтінішіміз жаңа. Мынау скоростьті көбейтуге оптика волоконный нені қою керек жаңа. Өйткені андай бізге тарелка қойғанға болмайды уже. Өйткені халықтың саны өсіп жатыр. Сосын халықтың көбісі бұрынғыдай жаңа новость көрмейді, қазір кино көреді, не көреді, вот соған скорость жетпейді жаңа. Солай ғой. Бәрі кино көреді, бәрі сериал көреді осының бәрі тегіс. Берік Амантайұлы, соңғы рет қашан жаздыңыздар хатты? Соңғы рет біз так, осы соңғы рет өткен жетті біз жаңа уже облыстық телекоммен сөйлесті, қашан болады деп. Олар айтады, нет технической возможности дейді, бітті. Халықтың саны жетсін дей ме? 2000 адам болу керек жаңағы. Халық 2000 адам болу керек. Вот оның несі, фишкасы 2000 адам дейді. Біздің қорғасын сияқты ауылға ол кішкентай болмайтын нәрсе. Сонда болмайды деген сөз ғой. Бұл енді егер де мына елордадан бір 600 километр, 1000 километр десек, ладно еще. 60 километр жерде интернет жоқ деген қазіргі кезде енді ұят нәрсе. Қанша жылдан бері айта береміз, бұл енді ұят, шынында да. Қазіргі балалар мынау қосымша сабақтарға қай жерге барып жүр? Бар ма осы қосымша сабақтар, спорт? Негізінде ең мықты спортшылар, әншілер, бәрі де сол ауылдан шыққан ғой. Кеше ғана мына домбыра күнін өткіздік. Бар ма ол сабақтар өткізілуде ме қазір? Әрине, ондай клубтар бізде бар. Бірақ жаңағыдай помещение тек қана мектеп. Мысалы, спорт саласын алайық, тек қана бірақ спорт зал. Бүгінгі таңда мектепте 20 комплект. 20 комплект дегеніз, біз 75 сағат физкультурамыз бар аптасына. Өз күніне 12 сағат бар. Соны санап көріңіздер. Спорт зал босамайды. Сондықтан балалар әрине. Балалар, ауыл тұрғындары, спортпен. Асық ату бар, волейбол, баскетболымыз бар, футболымыз бар, күресіміз бар. Балалардың қосымша біліміне жағдай жасау керек. Оны көріңіздер. Өркендеуде арт спортпен жаңа сол жеке өркендеуде даже клубта ештеңе де жоқ. Бірақ бұл кісілер үйлерді сатып алып. Вот, көрдіңіз ба? Барыңызды бізге жинақтап жіберіңіз. Бізде де фракцияның ішінде прям бөлінген. Малмен араласатын, немесе жермен, сельхозниктер, животноводство бәрі бөлек. Аграрка. Бізден біраз кеңес аласыздар. Сосын өзекті мәселелер болса, керек болса, мен өзім парламентте депутаттық сауал ретінде өзім шығамын сонымен. Бірақ осы келгенім, сол үшін келдім ғой. Бәрін түсініп, көріп, сіздермен бірге осыны зерттейік. Одан кейін үлкен трибунаға шығарамыз.